Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге бәрі сүйсініп жейтін, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын сосиски в тесте жасайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын арнама жазылып лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін ыдысымызға 3 кесе жылы су құямыз. Суымызға 1,5 ас қасық қант саламыз. Бір қасықты толтырып ашытқымызды саламыз. Одан кейін 6 үлкен қасық ұн салатын боламыз. Барлығын салып болғаннан кейін түйіршіктер қалмайтындай етіп жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де 15 минутқа бетін орамалмен жауып қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін дәл осындай процесс жүзеге асады. Одан кейін оның үстіне біз 1,5 ас қасықтай тұз саламыз. 1 кесе толтырылған сұйық май саламыз. Және де жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сосын үстіне ұнды сала отырып, жақсылап тұрып нан илейміз. Нанымызды жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Нанның бір бөлігін алып, ұнды себе отырып, оқтаумен жаямыз. Қалыңдығы 4-5 мм болғанша осылай жұқа етіп жаятын боламыз. Және де одан кейін ұзын етіп осылай турап аламыз. Одан соң осылай біртіндеп сосисканы ораймыз. Ешқай жері көрінбей тұру керек. Осылай ораймыз да қойып отырамыз. Қалғанында дәл осы ретпен осылай орап отырамыз. Барлығы дайын болғаннан кейін олардың үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Және де қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Ас әлемі арнасы.